Ал Жандос, бұл біздің екінші дубль. Иә. Техникалық себепке байланысты. Екінші рет дубль жасап Өткенде жатырмыз. жаздық. Иә. Кино неше дубльден жазылу керек? Ондай қатып қалған заң жоқ шығар. Әр режиссер арқалай түсіре береді. Мысалы, бір режиссерлар болады, бір дубль, екі дубльмен кете береді. Клинт Иствуд айтады, мен бір дубль түсіремін, екі дубль түсіремін, сосын ары қарай жүремін, өйткені маған алға қарай жүрген маңызды дейді. Бір сахнадан бір сахнаға. Немесе Стэнли Кубрик соңғы фильмдерінде 40 дубльдан түсірген бір сахнаны. Эмир Кустурица да солай ұзақ түсіреді. Ал енді Дэвид Линч, Вуди Аллендер бұлар айтады, біз сол покрывать етпейміз дейді, покрывать ету деген енді жан жақтан түсіріп көп ұзақ түсірмейміз дейді. Бір ракурстан бір-екі дубль. Енді ол оған байланысты әр режиссердің өзінің ішкі жаңағы ұстанымдары болады ғой. Мысалы біреулер айтады, актер бірінші дубльда, екінші дубльда күшті ашылады дейді. Негізі бірінші дубльда керемет ашылады дейді. Ол свежесть болады дейді. Ары қарай дубль көбейген сайын ода кішкене техникалыққа басым болып кетеді актерлік ойын. Табиғидан гөрі тәсілге сап кетеді дейді. Кейбіреулер айтады, жоқ дейді. Негізі неғұрлым көп дубль болса, соғұрлым актер тыныс ашылады, жүйрік аты сияқты деп. Ол универсалды жауап жоқ оған. Қателеспесем, біз Скорсезенің сұхбатында көрдім ғой деймін. Егер сен 30 дубль жасасаң, оны не істеп жатқаныңды білмейсің дейді. Скорсезе айтады, иә, сен егер 30 дубль қылсаң, сен өзің не істеп жатқаныңды білмейтін адамсың дейді. Режиссер айтып отыр. Сен қанша дубль жасайсың? Әр кезде қалай? Ең көп дублің қанша болды? Ең көп дубль 18-19 болған шығар. 18 болды ғой деймін. Ол жаңа ғана күннің дұрыс шықпай қалуы деген сияқты. Жоқ, ол жерде түрлі факторлар болады ғой. Өзі кино алаңында мынандай қырсықтар болады. Мысалы, бәрі күшті идеал келіп тұрады ғой. Камераның батарейкасы өшіп қалады. Батарейка дейді. Енді келеді қан жерден бір дырррр дейді. Немесе самолет ұшады деп ше. Сен дубляж болмаса, сен чистовой звук жасасаң, сен дубль жасауың керек қайтадан. Немесе актер сөзден жаңылып қалады. Немесе оператор айтуы мүмкін, маған тағы бір дубль берші деп. Немесе саған ұнамай қалады ойыны. Сен ойлағандай интонацияда, сен ойлағандай бір ритмде сөйлемей қалады, немесе бір әрекет істемей қалады. Сондықтан ол дубль болу заңдылық, бірақ жаңа көп шектен асып кетсе де қиын. Айтып тұрмын ғой, Стэнли Кубрик енді керемет режиссер ғой енді, жаңа 2001 Одиссей, Space Одиссей түсірген, немесе Сияниенің режиссері айтып тұр ғой, 40 дубль, 30 дубль жасайды. Ол өзі не істеп жатқанын білмейді емес, біледі. Скорсезенің де айтып отқан дұрыс. Ол айтып тұр ғой, жаңағы коммерциялық фильм түсірген кезде әсіресе мына продюсерлер бір-екі дубль түсіруге бейіл болады. Айтады жаңа режиссерларға көп созбашы, өйткені әр созған сайын уақыт қой. Ақша ғой. Ақша кетеді. Иә. Жандос, сен бұрыннан хабардан бастап білеміз ғой, қанша жыл болды? 10-15 жыл, иә? Динамикалық монтаж, динамика, жылдамдық деген жақсы көресің ғой. Сондықтан енді екінші дубль болғандықтан кеше ойланып отырып 40-қа жуық сұрақ дайындадым да, бір жылдам динамикалық бір подкаст жасасақ деген ой бар. Георгий Данелияның несісің ғой сен? Фанаты, иә? Фанат емеспін. Жақсы көремін. Соны интервью беруден қашқан екен де, сенде ондай жоқ па? Жоқ. Георгий Данелия енді көп білген адам көп сөйлемейді дейді ғой. Көп білмейтін адам көп сөйлей береді. Қайсысы жатасың? Енді өзің шара бересің ғой. Жақсы. Данелия көп білгесін сөйлемейтін шығар. Енді телеарнада бір 10 жылдан көп шығар, иә, жұмыс істегенімізге. Иә. Кино маманы болу үшін, киноның өндірісіне кіру үшін ТВ-да істеу маңызды ма? Қалай ойлайсың? Жоқ. Керісінше кейбір жағдайда керек емес телеарнада жұмыс істеу деп айтады. Өйткені телеарнадағы талап басқа, ол жердегі жасалатын өнімнің форматы басқа, формасы басқа. Ол жердегі мүлдем бөлек подход дейді ғой. А кинода басқа. Негізі телеарнадан киноға келген адамға ана бұрынғы нелердің бәрін ұмыту керек болады негізі көп жағдайда. Тәсілдерді. Керісінше кедергі келтіреді ол. Жандос Құсайыновтың өмірдегі миссиясымен рөлі қандай өзі? Не деп ойлайсың миссия? Ешқандай миссия жоқ. Өзің жақсы көретін жұмыс жасау, сол арқылы пайда келтіру, өзіңді аштан өлмеу. Енді көп осы режиссерлардың, басқалардың сұхбаттарын көрсең, оны өзімнің биографиям киноға қосылды деп айтады да. Сенің өмірің өзің түсірген киноларға қандай әсерін тигізді? Жоқ, ол құндылық бар ғой жалпы. Кез келген режиссер не түсірсе де өзінің биографиясын түсіреді дейді. Ол бәрібір адамның белгілі бір деңгейде бір қалыптасқан өзінің көзқарасы болады ғой. Әдеттері, адамдардан сіңген, жұққан, көрген, байқаған бір моменттер ол бола береді. Әр фильмде болады ол. Адамдармен мысалы қарапайым сөз лексиконның өзі адамның биографиясына тән ғой.
сондықтан білмеймін, біраз фильмдерде болған шығар, бірақ арнайы түрде мақсатты түрде автобиографиялық ондай түсіруге әлі ерте деп ойлаймын. Жоқ, сенің өміріңдегі бір оқиғалар киноға қосылды ма? Біраз болды ондай. Иә, көп болды. Енді айтпай ақ қояйын ол. Көп ондай. Менің өмірімдегі айналадағы адамдардың өмірі, байқаған бір ситуацияларды қосасың ғой, сол өйткені өмірде болған нәрсені жазып түсіргенде кішкене ол сенімдірек болады, сіңімдірек болады сосын. Ана Тарантино, Скорсезе жаңағы басқалардың сұхбаттарын көріп шықтым да. Сонда ана режиссердің түсірілім алаңында отыратын орны бар ғой, сол арнайы айтылыпты да, бірнеше жерде. Экранның алдында отырасың ба, әлде камераның жанында отырасың ба деген сияқты. Иә. Сен қайда отырасың? Әр кездер қалай? Мысалы, кейбір режиссерлар бар, мониторға қарамайтын. Енді олардың айтып отқаны, біз актермен тікелей қарым-қатынас, энергетикасын сезгіміз келеді дейді. Ол даже өйткені бұрын көп режиссерлар солай жұмыс істеген. Бүкіл визуалды оператордың мойнына іледі да, енді алдын ала келісіп не қылады ғой. Бірақ түсірілім алаңында режиссер камерадан бүйтіп қарамайды. Қараған кездері болған шығар, бірақ енді көп жағдайда оператор оны қарайды да, режиссер актерға қарап отырады. Бұл кішкене театрдық жұмыс істеу тәсіліне тән деп айтады бұны. Бірақ қазір енді былай ғой, сен қолыңда тұрған, мысалы, смартфон тұр қолыңда. Сен не қыласың, қиындатып енді домашний телефонға орнатып деген сияқты ғой. Ол экраннан қараудың артықшылықтары көп, монитордан қараудың. Сен актерлік ойынға қарайсың, содан айналадағы фон, енді визуал өнерде негізі жаңағы жауапкершіліктердің негізгісі болып актерлік ойын, түстік таңдау деген болады ғой, мысалы, иә? Атмосфера, кеңістік, осының бәрі монитор арқылы көрген жақсырақ деп ойлаймын. Өйткені бәрібір ел фильмді монитор арқылы көреді ғой ертең. Экран арқылы көреді ғой. Ол театр болса түсінемін. Сахнада 3D көрмейді оны. Жақыннан отырып камераның артына өтпейсің ба? Қалай? Камерадан көру емес, жалпы Тарантино ғой деймін. Не жаңағы кино түсіргенде камераның қасында отырамын дейді да. Ол камерадан қараймын деп тұрған жоқ. Жоқ, ол отыра бересің, камераның қасында отырасың, тіпті актердің, мен жағдайлар болған, актердің дәл қасында тұрған ана Зеро қарыз түсіргенде кішкентай қыз мысалы, ол менен басқа ешкім тыңдамайды түсірілім алаңында, тек қана мен, тіпті анасын тыңдамайды ол. Сонда мені тыңдайтын. Сонда ана бір сахна болды, финал сахнада жаңағы жоқ, әкесі ана не қылады ғой. Бәрі біткен кезде әкесі қызына қарай келеді ғой, жылап ше жаңағы. Сол кезде ана қыз шынымен қорқып тұрған. Өйткені түрін қаңғып қойғанбыз ғой ана кімнің, баланың түрін. Ол қаннан қорқады ғой енді. Сонда ана бар етеді, соны мен айтамын, арқасында тұрамын да, мен қыз ұстап тұрамын былай. Мен тұрам, қорықпа деймін, маған қарайды да, маған сенеді. Сөйтіп мен ұстап тұрдым, сол түсті. Ондай ситуациялар да болды. Брод.kz деген білесің ғой, сайт? Иә, білемін. Сені іздеп жатыр. Не үшін? Фильмографияңда шабдалған атыр, басқа фильмдер туралы. Ол істеп тұр ма ол сайт? Істемейді жер ол. Білмеймін, сен ескі сайт шығар. Телефон жазып қойып, сен хабарласып деп жазып қойыпты. Өздерінің телефонын жазып қойып па? Хабарласайын, істеп тұрсың. Басқа фильмдер туралы не айтасың? Неге айтпасқа шабдалды? Айта береміз, айта береміз. Бірнеше фильмдер болды ғой енді. Фильмографияңда неше фильм қазір? Бесеу ма? Бесеу ойын. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Бір шықпай қалған біреу бар, менің болашағым деген. Мұрат екеуміз. Мұрат жазған сценарийін. Мен түсіргем. Неге шықпай қалды? Түсірілім ол тапсырыспен түсірілген фильм. Болашақ қоры тапсырып берген. Соны біз шығарып түсіріп бердік. Ол ары қарай. Білмеймін. Ол дайын негізі. Дайын беріп тастағанбыз. Өнім ретінде соңғы. Ол кезде болашақтың бастығы басқа кісі болған. 2018 жылдар. Түсірілім алаңында режиссер Құсайынов қандай? Өмірде қуырасың ба бәрін? Жоқ, ондай жоқ менде. Өмірде қандай тура Айқай шу. Мен Сатыбалды Нарымбетов ағамыз қайтыс болардан бір ай бұрын ба мен үйінде болғам ол кісінің. Сатыбалдағы шақырған, осы Жамбылдың сценарийін оқыған, сосын маған звондап, үйге келші, мен сөйлесем деді. Жарайды. Үйіне бардым. Қалқаман Мамыр деген аудан бар Алматыда. Мамыр ғой. Сен тұрып едің? Мамырда тұрдық қой уақытында. Сол Мамырда не шақырды. Сол кезде барған кезде біз екі пентхаус қойдым ол кісіде. Төбеде бөлмесі бар екен. Бөлмесінде кітаптар бар екен, темекі шегіп отырады екен кешкенде. Көп темекі, кофе ішейік деді. Давай кофе іштік екеуміз. Біраз әңгімелестік ағамен. Сол кезде ол Георгий Данелияның шәкірті болған, Сатыбалды Нарымбетов. Соның курсында оқыған. Мен Данелияны жақсы көремін. Сонымен айтамын ғой, Сатыбалдыға Данелия туралы айтыңызшы деп ше. Негізі ол кісі мені сценарий туралы сөйлесуге шақырамын. Мен айтамын, сценарий сосын ағамды Данелия туралы әңгімелесейік. Данелияны көріп
енді курсында кәдімгі ағайы болған ғой. Сол айтамын, Данелиядан не үйрендіңіз деп. Біраз нәрселер айтты маған. Сонда ең маңыздысын айтты. Данелия маған айтқан деді, Сатыбалдағы айтты. Түсірілім алаңында режиссерді ойнама деп айтқан дейді. Көп режиссерлер ойнайды дейді, жаңағы режиссер айқайлау керек, режиссер боқтау керек, режиссер диктатор болу керек депші. Ондай болмайды. Бірақ енді сен өзіңнің қалаған дүниеңді істетуге тырысасың ғой. Режиссер деген ол директор сияқты, ол кәдімгі түсірілім алаңында сен командирсің ғой. Сен сен ол жерде жаңағы бір соқ етіп әркімнің бір ыңғайына жайдақ суық салып сен кешіп кете беретін болса, ол да болмайды. Кейде мысалы мынандай ситуациялар болады. Сенің жақсы қарым-қатынасыңды өмірдегі ол ана жақта жаңағыдай бір әлсіздікке бағалайтындар болады. Мысалы менде болды ондай бір фильмде. Өмірде жап-жақсы араласып жүргенбіз, бір үлкен кісілер. Сосын мен айтамын ғой, түсірілім алаңында жаңа мен талап етемін ғой, мына алдында келісеміз, мына реквизит мынандай болу керек, мынандай сурет жасап береміз. Сосын түсірілім алаңынан өтірік нәрсе әкеліпті. Сосын мына өтірік, мына болмайды. Кәдімгісін әкел. Жоқ, мынаны түсіре берейік. Жоқ, болмайды. Түсірілім тоқтатып қоямыз. Сосын маған кейін айтады, мен сіз жақсы адам екен десем дейді. Сосын мен жоқ, мен жұмыс кезінде мен талап еткенім үшін жаман адам болсам бола берейін. Енді соған ақша бөлінген, соған қатысты сценарий жазылған, ана жақта 100 адам жұмыс істеп тұр. Ол қалай болады? Бәрі ордонымен бұл, әркім өзінің жұмысын жақсы істеу керек қой. Режиссердің талабы сол, сен өзіңде 100% берілуің керек, басқалардың да соны талап етуің керек. Негізі соңынан қоямын деп ойлағам, бірақ Сатыбалды Нарымбетовпен сен киноның сценарийін алып барған кезде Асиян Бағдәулеттің ана сұхбатта айтты ғой. Сол кезде айтты ғой, мына шетелде көрген бала. Неге десе, мынандай сценарийді бүйтіп формамен жазып әкелді деген сияқты. Сонда бізде сценарийдің, тіпті адамдар сценарийдің қандай форматын жазу керек екенін білмейтін деңгейдеміз бе? Бар қалай? Кинодағы жүргендер. Жоқ, білмейді деп айтуға болмайды. Мынандай бар деп айтуға болады. Өзі формат деген нәрсе бұл ВГИК-тің форматы деген болады. ВГИК-тің форматы бұл көбінесе театрдан келген. Театрда ол қазір біз жазып жүрген сценарий формасында жазылмайды ол. Ол басқа. Кәдімгі әдеби шығармаға жақындау келеді ол. Өз сценарийдің екі нұсқасы болады ғой. Кәдімгі сценарий болады, сосын әдеби шығарма болады. Әдеби сценарий болады, плюс режиссерский сценарий деген болады. Бұл кісі Сатыбалдағы сценарийді оқыған, енді мен ол кісіге берген жоқпын, ол кісі кинофондтан алдым екен, бір жерден алған ғой. Сөйтіп жаңа сұхбат берген екен. Ол мен сұхбатты кейін, сосын мен үйіне барғанда менен сұрады, ол шетелде оқыдым, жоқ аға, шетелде оқыған жоқ. Қой, сен ешқайда оқыған жоқсың ба? Жоқ аға, мен осы Қазақстанда жүрген адаммын, Бішкекке барғам ары кетсе деп. Сол кезде айтты, қалай сен осындай формулаға салып жазыпсың ғой. Сен қай ВГИКпен жазып бердің сонда? Жоқ, Голливуд стандартпен жаздым ғой. Ол жерде ол кәдімгі формат туралы әңгіме ғой, Ол формат плюс шрифт деген формат. Жоқ, шрифт ненеден бөлек, ол нені айтып тұр? Трехактный формуланы айтып тұр. Үш актілі формуланы айтып тұр. Формулаға салып жазғасың ғой деп тұр. Ол кісі біліп тұр ғой енді. Шиеленісу. Негізі ол кісі айтып, кейін маған айтты, үш актілі формуладан қашқан дұрыс деп. Егер авторлық фильм түсіргің келсе. Міне осы жерде парадокс. Жоқ, дилемма. Парадокс емес, бұл дилемма. Бастауыштар үшін үш актілі керек? Жоқ, бізге қазір қазақ киносында үш актілі формула керек. Өйткені бастауышта тұрмыз ғой біз әлі. Бізге Голливудтың деңгейіне жетіп алу керек. Голливуд үш актілі формуланы ішіп жеп, көрермендердің көмейінен кіріп, шығатын жерінен шығып тастаған. Бізге енді соған жету керек. Содан кейін барып біз енді ары қарай ойланамыз. Так, үш актілі формула біттік енді. Данелиядан Гордон сұрайды ғой, сұхбатын көрдің бе? Гордон деген ресейлік бар ғой, содан сұрайды. Сабақ, ұстаздық деген мынау былай жасалады, сен де осылай жасала деген сөз ба дейді. Ондай емес. Гордон. Сосын Данелия жоқ дейді. Ұстаздық деген мынау былай жасалады. Егер сенен осыны жасай алсаң дейді. Шарт бар өзде. Сен осыны жасай алсаң, енді ары қарай өзің біл қалай жасағың келсе. Үш актілі формулада сценарий деген сол. Бірінші білу керек, сосын. Бірінші біліп алу керек. Көлденеңнен, тігінен көктеп біліп алу керек. Сосын бар. Үш актіліні өте қарапайым түсіндірген кезде? Өте қарапайым, елдің бәрі біледі ол. Өте қарапайым түсіндірілмеу керек ол қазір. Өйткені оқиғаның басы, ортасы, шарттап шегін елдің бәрі біледі оны. Ол өз қарапайым. Негізі ары қарай үңгу керек енді. Сатыбалды Нарымбетов ағамыз не айтты тағы? Сатыбалды Нарымбетов ағамыз маған армандарын айтты, түсіргісі келетін. Содан кейін сценарий туралы айтты, бір-екі ойларын айтқан. Көркемдік жетекшің болам деді. Мен қуандым, ойбай аға, көркемдік жетекшің болыңызшы мен. Бірақ енді ажал ғой, ол кісі кетіп қалды. Көп әңгіме болған. Мен тіпті кейбір ағаға айтқам, аға мен кейбір ақылдарыңызды диктофонға жазып алайын деп. Жазып ал деді. Мен жазып алдым. Ол менде әлі сақтаулы. Бірақ ешкімге тыңдатпаймын. Өзім арасында тыңдап қоямын.
Сатыбалдағанның бір күшті қасиеті ол кісі мынандай еді. Ешқашан адамдардың бетінен қақпайтын. Бүйтіп бір қызғану, бір бүйтіп кірпиязданып талап ету ондай жоқ. Сенің қолыңнан келеді деп отырады үнемі. Өзі сұхбаттарында қараса өте жақсы адам болған ғой, жайсаң адам ғой. Бейшеналиевтің естелігін оқыған ба еткенде? Иә. Вот міне. Бейшеналиев сенбейді ғой, мені алдап жүр деп ойлайды ғой. Ол да мәдениеттерде жоқ деп айтамайды. Жақындаған кезде қазір мені пайдаланып тұрғанда Мәскеуде кастингке пайдаланып отыр деп ойлайды. Жоқ, негізі жақсы адам болған ғой. Георгий Данелия туралы болды ма негізінен? Данелия туралы болды, содан кейін жаңағы әлемдік фильмдер туралы болды. Менде көп енді, біраз ұмытқан, 3 сағаттан астам сөйлестік ғой, 3,5 сағаттай болды ма. Әйтеуір кофе көп іштік. Домашний кофе бар ғой, үйде жасап беріп отырды, үйдегі жеңгеміз. Жаңа енді түсірілім алаңында әлсіздікке балауы мүмкін дедің ғой енді, адам өмірлік бір образын ше. Режиссер ретінде мықты актер деген кім сен үшін? Режиссер ретінде мықты актер деген ол ішкі актер, ойлы актер. Яғни сахнаның негізгі мәнін, мағынасын түсініп алатын актер. Сөз жаттап алып айтып беру емес. Бұл жерде не айтқысы келіп тұр, бұл кейіпкердің мақсаты не, бұл сахнаның не үшін керек деген сұрақтарға жауап іздейтін актер. Сосын кейін әлбетте режиссердің айтқанын, режиссердің қалағанын жасауға тырысатын актер. Мысалы, көп актерлар болады, текст жаттап айтып бере салады, ол тез жаңағы. А кейбір актерлар болады, ол ойланады, жаңағы кейіпкерге қатысты өзінің бір пайымдары болады, соны ортаға салады, керек болса пікір таласады. Осы жақсы актер. Актер нашар ойнаса режиссер кінәлі ме? Иә. Актерлар нашар ойнамайды негізі. Актерлардың нашар ойнауы өте сирек. Мәселе актерді сол рөлға қойған режиссер қателесуі мүмкін. Оның рөлі болмауы мүмкін, ол рөл. Ол актер басқа рөлдікі болуы мүмкін. Кейде актерлар айтады ғой, мысалы, мына рөл маған келіп тұр, берші дейді. Сонда оның ішінде бір түйсігі болады. Кейде сену керек, кейде беріп көру керек. Ал енді, яғни сен кәсіби актерлар туралы айтып жатсың ғой бұл жерде. Актерлық білімі жоқ адам кинодан рөл алуы қаншалықты? Жоқ, әбден мүмкін. Бірақ актерлық деген ол өнер, ол кәдімгі ғылым сияқты нәрсе деп қарау керек оған, актерлыққа. Өйткені ол психология бар, ол жерде көптеген, ол жерде әдебиет бар, ол жерде театр бар, керек десеңіз сурет өнер бар актерлық өнердің ішінде. Бірақ ол, ал енді сен көшеден келіп, белгілі бір рөлдерді ойнауға болады, қатты драматургиялық бір реңкі жоқ, бояу қалың емес рөлдерді жасауға болады. Бірақ ол қиналады ондай адамдар ертең. Мысалы, жылау керек болады, кекесінмен күліп тұрып, өкінішті дүниені айту мүмкін, ашуланып тұрып, күлкілі жағдайды айту мүмкін деген сияқты осы астарлы қатпар дүниелерді кәсіби емес адамдар істей алмайды оны. Егер тума талант болмаса, бір 100-ден 1, 1000-нан 1. А бұны тек кәсіби актер, осы жолға өмірін арнаған, бейімделген, 1000 сан практикадан өткен, эксперимент жасаған мамандар жасай алады оны. Сосын мына рөлге актерлар бекітіледі ғой енді, шығармашылық ұжыммен, білмеймін, көркемдік кеңеспен, режиссердің өзі бекітеді. Сол бекітілген актер көңілден шықпаса, оны алып тастау болады. Қаншалықты жеңіл, қаншалықты қиын? Ситуацияға байланысты. Мысалы, ондай болды ма? Көп ондай. Жалпы әлемдік тәжірибеде менде де болған. Мысалы, біз Шабдалыда ойнайтын марқұм Шолпан. Мысалы, біз ертең түсірілім күні қараш, осы тәжірибесіздік сол кездегі біздің. Біз әлі актер дайын емес. Кандидатта 1-2 актриса тұр, басты рөлді ойнайтын. Бірақ ақша жоқ, тездеп бастау керек деп түсірілім алаңын қойған ертеңге. Қалай ақша жоқ? Енді тездеп бастап кету керек қазір. Енді факторлар көп, оператор кетіп қалады, оған кейін ақшасын төлей алмай қаламыз, білмеймін енді. Осы тәжірибесіздіктен бұның бір айналып келгенде. Сонда мен тыпырлаймын ғой, актриса кимей тұр деп ше. Сөйтіп кешкісін сағат шамамен 7-нің кезінде, қысты күні ғой. Қысты күні ол 7 дегеніміз уже қараңғы ғой. Қараңғыда бір актриса келеді деп айтты маған. Анна. Ой, бұл второй режиссер болған, мен екінші режиссер Старченко. Аты кім еді, ұмытып қалдым. Аннаның әпкесі әлде сіңлісі. Сөйтіп маған айтты, қазір бір актриса келеді деп. Жарайды. Ертең түсірілім. Ертең түсірілім. Ана актрисаны түсіргім келіп тұрған жоқ кандидаттағы. Өйткені келіп тұрған жоқ, сезіп тұрмын. Бірақ ана жоғары жақтағы кісілер айтып отыр, ойбай түсір. Продюсерлер айтып отыр. Қадыржандар, Арекеңдер, давай деп отыр да. Сен бір кезде мен айтам,
Бә деп жаңа бір келді, бір жас қыз сияқты, бір шалбар киіп алған, басында кепкісі бар, өте мамаға ұқсамайды, ананың рөліне келмейді ана кісі ше. Сосын осы ма? Иә, осы. Жарайды, енді кеп тұрған пробаға түсіре салайық деп. Түсірсек, шолпан марқын ғой. Жақсы, бір жақсы айтып істеп тұр да бірдеңелерді. Былай етіңіз, сен былай айтады, бүйтсең бүйтеді. Оқ дедім да мен. Сосын енді осы кісінің болатын сияқты деп бір ішім сезді да, соны бекіттік. Сол түні 11-де ме 12-де ме білмеймін, 1-де шығар мүмкін. Ертеңіне алғаш түсірілім күнде енді быт болды, в общем. Талқан болды ана шығарба. Текст айта алмайды, роль шықпайды. Тексті енді қалай айтады ол? Сол ғой енді қарасашы, тәжірибесіздік деген сол ғой. Адам дені дұрыс адам бүгін тағайындап ертең түсірілімге шығып кете ме екен? Соңын енді өзінше бүйтіп қоямыз одан кейін. Мә болды уже мына кісі болмайды екен. Алдыңғы актрисаны шақырамыз деп. Соны естіп қойыпты ана кісі түсірілімі. Соны маған келді, Жандос деп айтты. Мен түсінемін, менде қателік болып тұр, мен шығара алмай тұрмын рөлді. Ана подругасына сахна фильм басталғанда айтып береді ғой, бір асхананың ішінде отырып әңгіме бастайды ғой. Соны айта алмай отыр ғой енді. Енді мен кеше ғана алдым дейді да сценарийді. Мен дайындалған жоқпын. Дұрыс қой енді. Дейді да, сен маған шанс бермейсің ба? Маған қайтады, енді бір күн берші қайта. Бір күн демалайық деп сондай. Сосын кейін мен дайындалып келемін депші. Ол кісіге ұнап тұр ғой сценарий. Мен оған дейін жаңағы Сатыбалдағанның кеңесін естімеген ғой, режиссерді ойнама дегенді. Режиссерді ойнап жүрмін ғой мен енді типа ше, өзімше болып ше. Соны бір кезде жарайды енді деп жаңағы Анна емес. Кім еді старший? Екінші режиссердің аты. Туй. Қап. Сол қыз айтады маған. Старшинға деп жүрсе. Иә, сол енді ұят болып тұр да, атын ұмытып тұрған. Қанша жыл болып кетті. Сол айтады да маған, Жандос көрсеші енді бір рет деп ше маған. Бір шанс берейік те мына кісіге деп, Шолпанға деп. Бопты деп шанс бердік қой. Ертеңнен ары қарай жақсы кетті ғой. Сонда сәл болмағанда кетіп қалатын еді ол кісі. Орнына басқа актриса келетін еді. Бұндай ситуациялар көп болады түсірілім алаңында. Адам мысалы бір сериал түсірген кезде бір қызды сонша күттік. Анау Тараздан келді. Басқа бір фильм, сериалдың түсірілімінде. Суретте басқа болған, видеода басқа болған, кетсе басқа. Түсінбедік сол. Мүлдем басқаша сөйлейді, басқа. Амал жоқ, қайтардық мысалы. Ол әдіс демейсің, ол кейде ана келмей қалады ғой образға. Жаңағы неше? Рөлге бекітіп, бұл енді не ғой жаңағы? Кімнің Шолпан жағдайында ол сенде өзі тәжірибесіздік басқа болып тұр ғой? Иә. Бекітіліп қойғаннан кейін, түсіп бастағаннан кейін алып тастаған сәттер болды ма? Болды ондай. Мен ақтарнатпай ақ қойын, болды ондай. Мысалы кейде адами фактор болады. Бәрімізде мінез болады, ода да мінез болады жаңағы. Кейбір актерлар қиқаңдайды жаңағы енді. Мен деп ше жаңағы тыңдамай, ең жаман нәрсе режиссерді тыңдамау. Мысалы қандай да бір актер режиссерді тыңдамаса, мен ол актерден бірден бас тартамын. Өйткені гармония болмайды ол жерде. Бітті. Ертең ол катастрофа болады. Түсірілім алаңында 3 адамға ешқашан бір-бірімен конфликт жасауға болмайды. Режиссер мен операторға ешқашан конфликт болса болмайды. Бітті. Екеуі конфликт болса, ана картинада береке болмайды, талқаншады. Режиссер мен актерға ешқашан не қылуға болмайды. Болған әлемде жаңа көп кітаптарда оқып жатсаң, мысалы, ана режиссер мына актермен сөйлеспей, ассистент арқылы сөйлескен, задачаны сөйтіп берген деген фильм нашар шығады одан. Сосын жаман ғой жалпы. Сондықтан осы үшеуі ұдайы дос болу керек өзара. Оператор актермен дос болу керек, режиссермен дос болу. Мен сәл бірдеңені байқасам, бірден қоштасам. Болды, ассалаумағалейкум. Ол дұрыс болуы мүмкін ол адамдікі, менікі дұрыс болуы мүмкін. Әр адам өзінің шындығы болады ғой. Ары қарай іс насырға шаппас үшін дереу қоштасып тастау керек. Енді әлемде қазір әртүрлі ғой, киноиндустриялар бар ғой. Жаңағы Қытай бар, мына жақта Үндістан, Голливуд деген сияқты. Осы сияқты потенциалы мықты қандай киноиндустрия бар, бірақ дәл осы сәтте бағасы әлі алынбай жатқан. Бағасын толық көрмей жатқан деген сияқты. Ол айтуға болады ма? Жоқ, оны болмайды. Өйткені баға дегеніміздің өзі салыстырмалы ғой. Мысалы, біреулер үшін Оскарға қатысу баға. Кейбір Европа киносы үшін баға емес ол. Оскарға баруда ұят деп санайтын кино өкілдері бар мысалы. Немесе Азия киносы мысалы. Қытайға қызық емес Оскар. Дәл қазір. 4-5 жыл бұрын қызық болған шығар. Қазір қызық емес деген сияқты. Мысалы, сұрақты кішкене басқаша қоймын. Біз енді
көзге көріп қалғанымыз жаңағы Европаның фильмі, Голливудтың фильмі, Болливуд дейміз, иә. Қытайдың өзінің несі бар. Осы сияқты біз қатты біле бермейтін, бірақ осы киносы күшті деп айтатын. Ондай білмеймін, жоқ шығар. Өз 20-ға жоқ кино держава бар деп айтады әлемде, қазір 20-22 болды ау деймін, біраз тізімі бар оның негізі. Оның ішінде жаңағы біз көзімізге анық түсіп тұрғандары, енді Голливуд болса да болмаса да Европа киносы, оның ішінде мысалы дат киносы жақсы. Дат киносы жақсы. Немесе қазір кәріс фильмдері ол өз бағасын алып отыр. Жапон киносы кезінде хоррорларды керемет жасаған. 90-ның аяғы 2000 бастарында. Самурайлар туралы фильмдер, Куросавалардың. Жоқ, әр бағасын алып жатыр ғой негізі. Қазір әлем ашық, интернет бар. Кез келген егер потенциалды жақсы туынды болса, ол дер кезінде өзінің жаңағы аудиториясын жинайды, бағасын алады, фестивальға бару мүмкін, ақша жинау мүмкін прокатта. Оскар туралы енді пікір әртүрлі ғой, жаңа айтқан сияқты. Біреулер ұмытылады, біреулер ұмытылмайды деген сияқты. Бірақ сонда да Қазақстаннан кім алуы мүмкін Оскарды? Немесе кім ала алады? Білмеймін, Қазақстан енді әлемде кинода өзі мода сән деген болады. Кейбір жылда да Иран киносы сән болады, соған топырлатып береді. Енді бір дара тұлғалар шығады ғой, мысалы. Мохсен Махмалбаф деген сияқты, Асгар Фархади деген сияқты біреулер шығады. Немесе кім бар ғой? Маджид Маджидидің фильмдері жақсы. Сен көргенсің оны. Дети небес деген фильм бар, Маджид Маджиди. Соның бірнеше фильм бар. Пойызбен кетіп бара жатыр ма? Жоқ, тәпішкесі жоғалып қалады. Жарысқа қатысатын. Кейбір жылдарда мысалы Азия киносы сәнге айналады, мысалы. Кәрістерге береді деген сияқты. Білмеймін, ол сәнге байланысты, тенденцияға байланысты. Тенденцияны қалыптастыратын белгілі бір саяси әлеуметтік жағдайлар орын алады. Орын алу керек болады. Сол кезде ол бұны конъюнктура деп айтуға болады. Сол кезде айту мүмкін, мысалы. Мына Орта Азиядан бір не қылайық, акцент бұрайық деген кезде осы кезде сұрақ болады. Оскар алатын, жалпы Оскар демейік, халықаралық А классындағы престижді сыйлықтар алатын фильмдердің мәні қандай болады? Мәселе осыда болады. Мәні нашар болса, қазақты қорлайтын, масқаралайтын, сорлалатын болса, онда сол адам сатқын. Сол сыйлықты алған адам сатқын болып саналады, менің ойымда. Басқалар білмеймін. Егер ол фильмнің мәні жақсы болса, қазақты жақсы халық, прогрессивті халық, білімді халық, енді өзінің кемшілігі бар, басқа халықтар секілді дейтін жақсы бір, қазір біз қандаймыз, сол табиғатымызды жақсылап бере алған болса, сол адам батыр. Оны ситуацияда көреміз. Енді біз сияқты елдерге, дамушы индустриясы енді дамып жатқан елдерге қажет шығар, мысалы Каннан алып жатқанымыз, Оскардан алатынымыз, немесе білмеймін тағы. Негізі ол керек қой. Керек, өйткені ол белгілі бір деңгейде, мысалы Оскар алу, Канн алу, жалпы А классындағы фестивальдардан орын алу, бұл киноның дүмпуіне жақсы, импульс болады ол. Сосын кейін белгілі бір деңгейде инвестиция тартылады. Мысалы әлемдегі алпауыт компанияларға мысалы шығады, осы кезде мысалы сен айтасың ғой, кино саласынан бізде мынандай жетістіктер бар дейді, сенде еліңде кино индустрия бар дегеннің көрсеткіші деп қабылданады. Ол жерден бір жарқырап шығып топтан озу үшін жаңағы топтың жұмысы ғой, енді жерде бір адам емес. Яғни бір индустрияның ұшқындары бар, индустрия бар деген сөз білдіреді. Бір адам емес қой, бір картина салып барып көрсетті деген сияқты. Енді осы инвестиция деп қалдық қой. Алаш талаңдатқан сауал ғой. Кинодан қанша табыс табуға болады? Кинодан біздің жағдайымызда ғой, Қазақстанда. Қазір тауып жатыр ғой адамдар. Табуға болады. Бірақ қазір қысаң жанр, комедия жанрында тауып жатыр. Сосын бір ситуация болды. Екі ситуация болды. Біреу біздің Мұрат Осжанның Ойын қазағы тапты, тарихи фильм. Екіншісі Дәстүр деген фильм, хоррор жанрында тапты. Демек, бір үміттің ұшқындары пайда болды. Табады негізі. Бірақ фильм жақсы болу керек қой. Сосын кейін маркетинг күшті болу керек. Кино сапалы болып, маркетинг жасау керек. Сосын өз кинода мынандай бір заңдылық бар. Ешқашан бұл лотереядан да өткен қиын нәрсе. Ешқашан бұны білмейсің. Мысалы, белгілі бір фильмдердің бірсыпырасы халыққа ұнауы мүмкін, бір жанры, бір атмосферасы, актерлық ойын, кейбір актерлар ұнауы мүмкін, белгілі бір уақыт аралығында. Сол ұнап келе жатқан дүние кенет бір елде бір жағдай, төтенше жағдай болып қалса, бір ситуация орын алып қалса, адамдардың көңіл күйі кілт бұрылатын болса, сондай фильм, дәл сондай өнім өтпей қалуы мүмкін. Сондықтан кинода ешкім дөп басып, мынау өтеді деп айтады. Ана бір кімнің кітабында бар, Голливуд, экономика Голливуда деген кітап бар. Сонда бір сөз бар. Голливудтағы продюсерлердің ең үлкен қасиеті дейді. Олар
бүкіл нәрсені білетін сияқты болып жүреді дейді да, бірақ ол ештеңе білмейді дейді. Голливуд осы қағидада жұмыс істейді. Білмейді оларды. Жаңағы құрамы мықты, атақты режиссер, мықты кәсіби актер, бәрі ойнаса да фильмдер өтпей қалады ғой кейде. Көп ондай фильмдер. 90% па бір өлшем бар ғой. Иә, ол мысалы Қазақстанда да комедия түсіріп жатқандардың 10-ның 1-2 ғана өтеді, қалғандары өтемейді өзін. Ал мына жамбыл жаңа дәуірде қанша гонорар алдың сен? Мен оны айта алмаймын. Бірақ мен көп алған жоқпын, салыстырмалы түрде өте аз алдым мен. Және сол аз алған сол гонорардың жартысын да алған жоқпын. Қалай? Енді бізге шығындарға керек болды. Фильмнің өндірісіне жетпеді, сосын бас тарттым. Яғни сен өзіңнің қаражатыңды да былайша айтқан кезде салып жібердің ғой. Иә, гонорарым ғой енді заңды. Маған мақсат жаңағы тарихи фильм жасау керек болды. Және мен алдағы уақыттарда да осындай тәуекелдер бара аламын, егер фильм жақсы болса, материал жақсы шығаруға мен мүдделі болсам. А не үшін бізге тарихи фильмдер керек болып тұр қазір? Бізге тарихи фильмдер керек, тарихты тану үшін. Бізде мысалы бұл бір ғана ситуация ғана емес, жалпы тарихтың көп тұстарында бізге өтірік тарихты оқытып келген ғой негізі. Өтірік деуге бола ма, болмай ма? Енді басқа бір елдің астында тұрғаннан кейін сенің тарихың солай жазады ғой. Соны тұрғыдан ол адам логикалық тұрғыдан ойласа да, совет заманында жазылған тарихтың ақиқат болуы мүмкін емес қой негізі. Қалай ақиқат жазып береді олар саған? Демек, тарихи фильмдер, тарихи кітаптар қайтадан жазылу керек қой. Тарихты тану үшін, білу үшін. Иә, көп нәрсені басқа қырынан көріп, жаңағы тұлғаларды жаңадан тану үшін, иә. Анау не бар ғой? 10 глупых вопросов деген бар ғой? Аха. Интернетте әртүрлі мамандар шақырады. Иә. Сонда кино режиссерін шақырған үздігін көріп шықтым да. Учитель. Режиссерді шақырған. Кім еді фамилиясы? Есімде жоқ. Прилучный ма шақырған. Көп сұрақтың біреуі жаңа. Андай сұрақты. Фестиваль кинолары деген кім шығарды деген. Не деп жауап беріпті? Соған қалай ойлайсың, фестиваль кинолар туралы не ойлайсың? Фестиваль киноларының пайдасы бар ғой. Ол кино тілін дамытуға ықпал етеді. Бірақ фестиваль киносының Данелия, тағы да Данелия кітабында жазады. Кино фестивальдардағы фильмдердің 10-ның 9-ы дейді, былжырақ дейді. Бұлардың бәрі Тарковский болғысы келеді дейді. Бірақ бұлар Тарковский бола алмайтынын түсінбейді дейді. Тарковский ол біреу ақ дейді. Және айтады, мен Тарковскийдің гений екенін білем дейді, бірақ оның фильмдері маған ұнамайды дейді. Көзқарастан көрдің бе? Кино деген ол көзқараста. Фестиваль деген де көзқарас. Ол абсолютті ол жерде өнердің бір соны іздер жатыр деген сөз жоқ ол жерде. Көп фестивальдарға мен әсіресе мынау қазақты сорлығып көрсететін бір көп сондай бір бұны спекуляция деп атайды. Спекулянттар көп бізде. Авторлық салада спекулянттар көп. Бұл авторлық саладағы спекулянттар халықтық кино түсіре алмайды. Халықтық кино түсіру өте қиын. Бұл өте. Сен мықты болсаң, Абдулла Қарсақбаев секілді, Сұлтан Қожықов секілді, Мәжит Бегалин секілді, Шәріп Бейсенбаев секілді, Гауһар Тас түсіргендей, сен халықтық кино түсір, мықты болсаң. Олар түсіре алмағаннан кейін не істейді? Авторлық фильм жасаймыз дейді, артқа ойланатын. Сосын оны ешкім түсінбейді ғой, енді топас фильм ғой, шынында надан фильм ғой. Сосын айтады, мен фильм ешкім түсінбеді, мен деген анау жоғары деңгейдегі. Ең қасіреттісі соларға сосын сыйлық береді ана жақта. Соған олар жаңағы бөркін аспанға атып, көтендері шелектей болып келеді. Сосын қазаққа көріскенде қазақтарға өтпейді ол. А мен айтамын, сен мықты болсаң, қазақтарға ұнайтын, қазақтарға өтетін фильм ал. Және мен соңғы кезде мынандай ой келдім. Сенің қазақтарға арнап түсірген фильмің априори фестивальдарға ұнамау керек. Сен фильмді алмау керек фестивальдар. Сен олардың стереотиптерін сындыруың керек фестивальдардың. Қазақты сорлы, развратқа берілген, жаман халық көрсететін фильмдер жасалды ғой енді. Сен сол стереотипті бұзда халықтық фильм жаса, қазақтарды мотивациялайтын, білімге ынталандыратын, еңбекке баулитын, адамдардың арасын жақсартуға тырысатын, мемлекетшілік, отанын жақсы көретін, патриоттық сезім, қазақ тілін әспеттейтін жаса. Және ол фестивальдарға ұнамасын. Бірақ халыққа ұнасын. Оны жасай алмайды олар. Жамбыл жаңа дәуірде бір фестиваль құрып келді негізі? Жоқ. Бір ғана ол түрік халықтарының фестиваліне жібердік. Қалғандар, соны айтамын. Ол қорқыт қой, түрік халықтары Жамбылды таниды ғой. Соған жібердік. Ол А-класс, Б-класс емес е? Жоқ, ол түрік халықтар арасында қорқыт кинофестиваль. Сол жерде үздік ер адам рөлі сондай алды. Мынау қазір енді Әділжан бет? Әділхандар, ержандар. Солардың фильмдерін қарасаң бір көп логотиптер тұрады ғой. Фестивальдарға барып келген.
Иә, орнығып келген. вот сол Әділхандар авторлық фильм жасайды. Әділханның бірнеше фильмі ұнайды маған негізі. Мысалы Әділхан спекулянт емес деп айтуға болады оны. Ол шын суреткер. Бұл жерде бір нәрсені ара-жігін ажырату алу керек. Шын суреткер режиссерлар болады, спекулянттар болады, жаңағы фестивальдарды жағалап жүретін. Осылардың арасын ажырату керек. Қалай ажыратамыз? Қарапайым. Өнімге қарайсың болды. Қарапайым көрермен ретінде. Иә. Мысалы, Контенттен көремін ба, неден көремін оны? контенттен көресің, басқа неден. Контенттен көресің, ол жерде бір ойға жатады. Сосын ол көркем түрде беріледі. Яғни былайша айтқан кезде жай көрермен ретінде мен түсінбесем фильмді, былай қабылдай алмасам, ол менің өреміммен байланысты емес қой. Жоқ. Иә, авторлық фильмді көріп түсінбедім деген. Ол теория бар ғой, киноның интеллектке қатысы жоқ, кино көрудің. Мен айттым ғой, ақымақ адам үшке үшті қоса алмайтын адам болуы мүмкін. Ақылды фильмдер көре береді ол. Оны түсінеді, шағады, ол жаңа әлемдік тілде сөйлейді, ол терминдерді жаттап алған болуы мүмкін. Ал ақылды адам, иә, жаңа керемет экономист болуы мүмкін, күшті жаңағы инженер болуы мүмкін. Ол ең төмен деңгейде комедияларға мәз болып, соны жақсы көруі мүмкін. Дұрыс. Сосын кино ететін не нәрсе? Мына енді әртүрлі рейтингтер бар ғой. Сол рейтингтерге мысалы 100 фильм деген бар, 250 бар, иә? Неліктен осы 100 фильм немесе неліктен осы 250 фильм осы жерге кіріп тұр? Неге басқалар емес? Әйтпесе жылына 100 мыңдаған, 600 мың ба қанша фильм? Жоқ, былай. Кинопоиск деген сайттың айтуынша 1890 жыл мен 2027 жылға дейін, алдағы 3 жылды қосып отыр, 807.897 фильм шамамен, осылай цифрда шатыспасам. 808 мың деп алайықшы, дөңгелетіп. 808 мың фильм түсіріледі. Бұған ана неге кірмейтін шығар, иә? Ютубтағы біздің бір канал бар ғой. Жоқ. Кино көремін деген ба, бірдеңе деген. Жоқ, олар кірмейтін шығар. Жаңа прокатқа шыққан жалпы кино лицензия алғандарды санайтын шығар. Енді 808 мың фильмнің ішінен 100 фильм шығу деген бұл екі нәрсе. Бірінші субъективті көзқарас. Бұл жерде субъектив деген кезде кейбір жаңағы рейтингті түзетін сонда ұйымдардың өздерінің қағидалары болады, олардың критерийлері болады. Сол критерийлер бойынша. Және кейбір мынандай нәрселер болады. Уақыт өте келе рейтингте жоғарылайтын фильмдер болады. Уақыт өте келе рейтингтен түсетін фильмдер болады. Осыған байланысты. Сосын кейін бәрібір енді рейтингтің түрі көп қой. Иә, AFI дейсің, жаңа IMDb дейсің, жаңа айтып отқан кинопоисктің бізге ең жақын Ресейдегі. Көп кино рейтингтер негізі. Бірақ бұлар кішкене А классындағы фестивальдермен жаңа IMDb, А классындағы фестивальдарға ориентир жасағаннан кейін осылай болып тұр. Бізде альтернатива болмай тұр ғой қазір. Ондай деңгейдегі рейтингтер түзетін. Сен былай режиссер ретінде деп айтамын ба, әлде кино көрермен ретінде сол рейтингке келісесің ба? Мысалы қанша пайызға келісесің 100 фильмнің ішінде? Мысалы кейбіреулермен келісесің, кейбіреулермен келіспейсің. Мысалы Дәрежан Өмірбаев деген ағамыз баяғыда бір нәрсе айтып берген маған. Бір күні дейді, маған бір француздық журнал хабарласты дейді да. Біз сіздің Қайрат деген фильміңізді қойдым. Студент екен. Сол фильміңізді үздік жаңағы 10 фильм әлде үздік 100 фильмнің қатарынан қостық журналдан деп. Жаңа о деп қуандым дейді да. Рахмет деп. Қандай фильмдер бар десем? Жаңа Дэвид Финчердің бірдеңесі деп айтты дейді да, жаңағы бір Девушка с татуировкой дракона деген сияқты бір фильм бар деп айтты дейді да. Сосын аналарды мен көрдім да, өй, құрсын рейтинг құрсын деп айттым дейді да, мысалы. Көрдің ба? Кейбір адамдар ол рейтингтегі фильмдермен түбегейлі келіспейді. Түбегейлі, ол рейтинг жоққа шығаратын адамдар бар. Киноға басқаша көзқараспен қарайтын. Қарапайым кино көремін деген көрермен үшін бірақ ол платформа болады ғой, бірінші бастама. Не көремін деген кезде сол рейтингтерге қарап алғашқы топ 10-ын көрейінші немесе топ 20-сын қарап шығайын деген сияқты. Ол базалық көзқарасты қалыптастыруға кәдімгі орасан ықпал етеді. Киноны көріп барып талғам қалыптасады. Міндетті түрде. Адам көбірек көрсе, соғұрлым оның талғамы жақсы қалыптасады. Бір өлшем бар ма? Талғам қалыптасу үшін, білмеймін, 20 фильм, 30 фильм көру керек деген. 100 фильм көру шығар. 100 көргеннен кейін бір жан-жағыңды шамамен көре аласың, иә? Иә. Енді неге байланысты өтейікші? Ондай қызық сұрақ қой, ана сценаристке қойыпты, менде қызық. Бір аптада сценарий жазу мүмкін бе дейді.
бір аптада сценарий жазу мүмкін, бірақ ол өте нашар сценарий болуы мүмкін. Бірінші драфт дейді. Бізде бірінші драфттың сценарий бар деп айту үшін керек деген сөз бар. Өйткені, мысалы, көп қателік бірінші драфтпен түсірілімге шығып кету. Бұл өте үлкен. Ол иіғанбаған, дұрыс дұрыс иленбеген қамыр ғой. Жақсылап иігін қандыру керек. Ал біздің кинотеатрға шығып жатқан фильмдер бар ғой, комедиялар. Шамамен солай ау? Шамамен бір 2 драфт жазатын шығар, 3 драфт жазам екен, білмеймін енді. Өйткені өте көп нелер қателіктер болады ғой, қарапайым сюжеттегі. Негізі сценарий деген бұл көп жазылатын нәрсе. Неғұрлым көп жазылса, ұзақ жазылса, ұзақ демекші, көп жазылса. Ұзақ дегеннен көп адамдар қорқады. Көп жазылу керек. Сен бір күнде бір сценарийді бірнеше рет өңдей аласың, негізі. Дұрыстап отырсаң. Неғұрлым көп жазылса, соғұрлым ол жақсы болады. Майды көбірек шайқасаң, соғұрлым жақсы май шығады ғой. Сол сияқты болады бұл. Ал енді 3 күнде жазды дейді ғой, Сильвестр Сталлоне. Бұл кезінде жаңағы Цукерберг университетті бітірмепті, Стив Джобстар ана жақта жасапты деген сияқты, ол өтірік әңгіме ол. Ол ілуде бір болатын нәрсе. Ол оның алдында оның идеясы туып, ол шамамен жоқ, битте қарай салады. Детальдарын білу мүмкін да. Сильвестр Сталлоне сияқты бір адам болуы мүмкін, е? Бірақ Джеймс Кэмерон сияқты, Ридли Скотт сияқты, немесе тағы кім? Керемет Тарантинолар сияқтылар көп қой. Ұзақ жазатындар көп қой. Сен соларға ориентир жасай бермейсің. Ол түгел мына ресейлік жаңағы сценаристердің өзі жаза айтып жатыр да бір. Мен фильмдердің аттарын ұмытып қалдым, бірақ бір сценарийім 7 жыл жаздым дейді да. 7 жылдан кейін барып қана экранды көрді деп. Өңдедім. Бір аптада жазу деген мүмкін емес деген айтып жатыр да. Горка деген фильмнің сценарийі ғой. Сен көргенсің ғой сен, иә. Режиссер сценарий жаза алу керек па? Керек. Мүмкін болса. Мысалы, режиссер сценарийді жаза алмаса да, оны адаптация жасай алу керек. Өзіне қарай икемдей алу керек. Өйткені өзінің интонациясына әкелу керек оны. Өзінің ритмінен жасап алу керек. Сен өзің түсіретін фильмдерде, енді көбінде өзің жазасың ғой сценарийді. Мен біреудің сценарийіне түсіріп көрген жоқпын. Сол екеуінің айырмашылығы қалай? Білмеймін мен. Айырмашылық мен оқыған кітаптарда енді көрген сұхбаттарда, мысалы Скорсезе көбінесе өз жазбайды ғой енді ол. Біраз нәрселерді адаптация жасайтын шығар. Николас Пиледжиға жаздырған, мысалы «Славные парни'де мысалы. Мына соңғы фильмдерін жаңағы «Убийца цветочной луны», оны да кім басқа біреу жазды. Бірақ бұл сол сценарист болады, ол сол сценарист деген жаңа өзіне адаптация жасайды. Өзінің ритміне бұрады. Онда қалай болса да режиссер жазуымен араласу керек болып тұр. Араласады ол бүйтіп. Мына коммерциялық фильмдерде мынандай режиссерлар жаңағы сценарийді алады да, бүйтіп қарайды да, бір-екі нәрсе айтады, жаңағы бір-екі өзінің ойын айтқан болады да, сонымен араластым деп ойлайды да. Рөл ойнайды шығар. Режиссердің рөлін. Иә, рөл шығар енді. Негізі сценарийге толық кіру керек режиссер. Материалға кіру керек. Материалға режиссер кіру керек, оператор кіру керек, жарық қоюшы, суретші кіру керек, продюсер кіру керек материалға. Сол кезде шығады. Енді 5-6 фильм жасадым деп жатсың ғой. Мысалы, сен өзің түсіретін фильмде, сен өзің жазған сценарий қанша рет өзгереді? Драфт шамамен 15, 16, 17. Сен жаңағы фильм түсіретін кезде 20-ші драфтпен, 17-ші драфтпен түсіргендері болған. Жаңағы тәжірибесіздік демекші, шабдалы 3-ші драфтпен шығып кеткен деген сияқты ғой, мысалы. Сол 10-ші драфтпен шықса, ол басқа фильм болар еді, мысалы. Ол 3-пен осылай шығып тұр дейсің ғой, миллиондаған көрермен жинап. Иә, ол 3-пен шығып тұр да. Ал егер сен 10 драфт жазып сценарийді қайта жазса, қандай кейіпкер жасауға болады да, ана кейіпкерден. Бұрынғы фильмдеріңе ұялу дейтін сезім бар ма? Болады. Қазіргі фильмдерге ұяласың. Жамбыл жаңа дәуір. Бәріне ұяласың. Ол ана Сатыбалды аға айтпақшы, ол режиссура дегенім сен фильм түсірген деген сөз, халыққа көрсету деген сөз, міне деп жан дүниеңді ашып беру дейді да. Тыржалаңаш отыруың дейді да. Ұялмай қайтесің енді. Менің барым осы деген сөз ғой ол. Мысалы, көп адамдар барым осы деп айтпайды ғой олар, мысалы, үндемей жүре береді да, білмейсің оның ішін. А сен фильм түсіресің, сен барыңды көрсетіп қоясың. Енді ұяттың болса ұяласың ғой. Мақтауларға қуанасың, бірақ ішін тұрасың да, негіз біліп тұрасың ғой, өзің қай жерде құртқаныңды. Қай жерде құртып жатсың сонда? Тәжірибе етпей жатыр ма былай өзің енді? Жоқ, ол мынандай ғой, иә. Ол көптеген факторлар бар. Мысалы, мен қан салсам, мен Голливудтың дегенде түсіргім келеді, сапа тұрғысынан. Бірақ бізде ондай дыбыс жоқ, бізде ондай постпродакшн жоқ, мысалы. А көрермен бәленбай $100 миллион Наполеонын көріп шығады, мысалы.
аватарын көріп шығады да салыстырады ғой сосын сен тура сол алгоритмде ойнап тұрсың ғой сен сол экранға шығарып тұрсың ғой фильмді сол кезде сен ішің ашиды жаңағы бүйтіп отырасың мен жаңа скорсезелердің ридли скоттардың фильмдеріне барып шыққаннан кейін соңына шейін ойланып отырамын ше ана титрді оқып ше қанша адам отыр мынаның бәрі керемет мамандар ғой деп ше ана колористтер болады ана жерде гаферлер жүзі жүреді ана жерде ассистенттер қанша жүреді да біз деген бейшара жаңағы 100 адаммен фильм түсіріп 80-90 адаммен фильм түсіріп келеміз да елге көрсетеміз тағыдай презентация жасап ше көрдің ба жермен көк олар Toyota жасап жатыр iPhone жасап жатыр а біз сол Toyota iPhone сияқты жасап көрмеге шығарғымыз келеді да халтурный бірдеңе бізде өйткені индустрия жоқ қой андай не жоқ мамандар күшті мамандар жоқ та шетелге барып көру керек шығар мүмкін ондай ой болған жоқ па шетелде мені қайтеді қалай көресің оған бастамасын білмеймін бастап ассистент болып алаңда көріп мен шетелге барып келген бір-екі жігіттерді білемін қайтып келді ғой менен ақылды менен талантты жігіттер қайтып келді ғой ілесе алмады ма әлде керек қылмайды ол шыдамай жатыр ма көп қол жақта бәсеке деген масқара мысалы рахат сияқты мың рахат бар мың жандос бар не істейсің жоқ көрермен ретінде айтайықшы жақсы киноның идеал хронометражы қанша классикалық өзінің санағаны бар 120 минут 90 емес ол 120 120-да драматургияның заңдылықтары орындалады формуланың талаптары орындалады көрермен жаңа енді бастамасында айттық қой бір рейтингтерге қарайды сонымен былай шыққан кезде не көремін деген сияқты іздейді ғой бұл рейтингтен басқа жалпы не көру керек қандай кино көру керек көрермен орта статистикалық қазақстандық деп алайықшы иә киноға қатты киноның несі білмейді режиссер кім кино деген не деген сияқты қатты хабар жоқ бір кино көріп бастаймын деді да мысалы не көру керек атмосфера көреді ғой мысалы кино деген мен үшін атмосфера ғой мысалы сәулелі фильмдер деген болады менің теориям бар өзім сәулелі фильм болады оны мен түсіндіре алмаймын менен көп сұраған жігіттер ше ол не сәулелі фильм сәулелі фильм деген анандай бір мотивация беретін фильм ба не ол жоқ ол мотивация бермейді ол мұңлы да бола береді бірақ ол сәулелі да мысалы үйде көріп жатасың ғой немесе кинотеатрдан шығасың ғой көңілің жайланады дейсің иә деп жан-жағына оны түсіндіре алмаймын мен оны энтертеймент емес қой иә энтертеймент емес ол сен ол фильмді көріп шыққаннан кейін қырып жұмыс істегің де келеді барып жатқың келеді бір ауылдың иісі келуі мүмкін саған жайлаудың иісі келуі мүмкін сол моментте саған жаңағы болашақтың бірдеңелердің иісі келуі мүмкін жаңағы заманауи болашақтың қаласының көшенің шуылы келуі мүмкін оны айтып түсіндіре алмайсың сәулелі фильм деген болады өзі ол әр адамның өзінің ішкі темпоритміне байланысты кейбір адамдар уақыт өткізу үшін күлу үшін көреді ғой ол да керек шығар өйткені ол жерде бір белгілі бір гормондар бөлінеді ғой дофаминдер серотониндер бөлінеді деп айтады ғой енді ғылымда комедия көрсе көбірек күлсе өмір ұзарады дейді ол да керек шығар мысалы мен кейбір отандық комедияларға барған кезде бар ғой күлгеннен бар ішім ауырып кетеді мысалы өліп күлемін мен кейбір комедияларға ше кейбір фильмдерге барасың жаңағы неден ба үлкен экраннан көрген иә үйде де көріп мен күлемін кім мысалы айтуға айтайық көп мысалы мен ана төреғалидың фильмінде құлап қалғанмын күлкіден ол драма комедиясы әлі есіме түсті мысалы сол елдер жамандайды білмеймін күшті ғой күлемін мен жақсы немесе ана кім маған назар аударған мен шегім қатып күлгенмін мысалы сосын тағы біраз фильмдерге мен күлгенмін қатты сөйтіп күлемін жақсы фильмдер ғой жалпы ол кейбір мысалы жаңағы көркемдік білмеймін сапа тұрғысынан техникалық не тұрғысынан енді бюджетке байланысты болуы мүмкін бірақ жалпы идеясы бар жақсы бір ойы бар фильм ғой енді киноға қатысты әр адамда әртүрлі мысалы осындай фильмдерді фильм емес деп санайтын және бұндай фильмді көрген адамдар адам емес деп санайтын ұғымда адамдар бар олар жаңағы мен олар айтамын радикалды киношниктер деп ше кинодан тек қана кино тілін іздеп жаңағы әлемде аттарын айтпай ақ қояйын бір толқындар бар және бір сол толқынның өкілдері бар соларды пір тұтатын солардың фанаттары табынушылар бар бұлар олардан олдай табиғаттағы фильмнен басқа фильм өмір сүрмеу керек деп есептейді Данияр Саламат секілді ағамыздың айтқандай ол кісі айтады маған қазақ киносы кең дейді да оған анаған да орын бар мынаған да орын бар маған да орын бар саған да орын бар дейді да осы кеңдік жетіспейді бізде бүкіл салада бола берсін анау түсірсін сен бірақ қалағаныңды көр таңдап көр бәрін көру деген сөз жоқ қой қандай жиілікте көресің киноны
Мен айына кемі 10-15-20 фильм көретін кездерім болады бір айда. Мен жазып қоям. Менде кино запой деген болады. Мысалы мен бір кино көріп бастаймын ғой. Сол кино ұнайды ғой. Сосын бітті, сол режиссердің бүкіл фильмін көріп шығуым мүмкін 3 күнде. 4 күнде жатуым мүмкін. Тек қана соны. Үйдегілер де мені мазаламайды, білет кино көретін кезде. Мысалы біреулер жатып арақ ішеді дейді ғой. Мен жатып кино көретін кездерім болады. Ол кезде жан баласымен араласпауым мүмкін, сөйлеспей ешқайда шықпауым мүмкін. Көремін, соны зерттеймін. Сол туралы дерек фильм көремін, фильм көремін, режиссердің өмірбаянын оқимын. Сөйтіп кетемін. Ол енді жай көріс емес қой, былайша айтқан кезде тәжірибе жинау. Ол жұмыс, менің жұмысым ол. Ең рахат жұмыс деп айтамын ғой, кино көру менікі. Бірақ бұл формула басқаларға келмеуі мүмкін ғой? Жоқ. Киноға қатысы жоқ адамға, иә? Сен базарда сауда сататын болсаң не ақың бар? Кино көріп кешке саудаң өтпей қалады ғой. Немесе бизнес жасауың мүмкін. Сол кәсіпкер немесе саудагер немесе басқа маман үшін ол қандай жиілікте көру керек? Аптасына бір рет көру шығар енді, кішкене сергу үшін. Ақша деп өлеміз ба дегендей, ол кішкене жан-жағына қарап бейт. Ал сценарий оқисың ба? Оқимын. Ағылшын тілінде, орысша. Менде пабликтер бар, сол пабликтерде шығады, бүкіл сценарийлер шығады. Оның жүйелері қалай? Оны енді мен ай сайын оқимын деп айтпаймын. Оқимын, бір 2-3 сценарийді оқып қоюым мүмкін. Ал жазу жүйелігі қандай сенде? Күнде жазамын мен. Күнде? Күнде жазамын. Ешкім сенбейді маған, мен бірақ күнде жазамын. Бұл өте дисциплинаны талап етеді ғой негізінен. Иә. Төзім, шыдамдылық, кәдімгі отыруың керек оған. Маған ол қиын емес, ол қалыптасып кеткен ғой. Бірақ бұл енді бұл дағды қалыптасқаны енді жақсы көретін шығарсың, иә, өзің жазғанда. Жаңағы кәсіби ынтазарлық бар, басқа бар. Бірақ бәрібір осыны қалыптастыру үшін уақыт керек болды ғой. Иә. Ол қалай жеттің деген ғой, қалай? Өзің мәжбүрлейсің басында. Мысалы менде іске алғысыз, почтамда іске алғысыз 50-60 сценарий жатқан шығар. Сен жазған ба? Мен жазған. Іске алғысыз олар нашар, өте нашар. Бірақ не үшін жазғам, ол қазіргі осы жиілікке жету үшін. Мен көп жазғам. Мысалы біреуден әңгіме естеймін, бір оқиға естеймін, соны ары қарай жазамын да дамытамын соны. 90-100 минутқа жеткізуге тырысып. Енді басымен аяғы үйлеспейтін жаман-ақ сценарийлар көбісі ше. Мен оқып шыққанда мынаны кім жазған деп. Бірақ ол жаңағы сценарий жазу үшін көп жазу керек қой. Ол заңдылық, ол болды. Сен енді елден ерек жаңағы Тарантино сияқты ерек тумасаң, сенде осы заңдылыққа жүгінуге ғана жол бар, болды, басқа жол жоқ. Еңбек қой сонда. Еңбек етесің болды. Күнде жазам, көлем бар ма? Күнде жазатын. Мысалы мен кеше 8 бет жаздым. Кешен арғы күні 10 бет жаздым. Бүгін мен бұйырса, қазір мен бағанан бері екеуміз жаңа неге барып келдік қой, мен ойлап жүрдім. Осы жерге келгенге шейін мен қазір 3 не ход ойлап таптым. Мен бір сценарий жазып отырмын. Ол шамамен сол 8-9 бетті оқылатын шығар. Мен қазір кешкісін соны жазамын. Жазбай қоятын күндерің бар ма? Өте сирек. Мен ең арғы төсекте жатар кезде бар ғой. Түнгі 2-де жатуым мүмкін, 3-де жатуым, сол кезде ашып жазамын. Күндіз көрген 1-2 оқиғаларды жазамын. Сол сценарийге келіп. Сосын ол сценарийден бөлек нәрселерді жаза беремін ғой. Мысалы менде көп мына жерде неде. Бұл жазу дегенде, яғни ол тек қана кино сценарий емес. Ол сюжет болуы мүмкін. Жоқ, ол әлде таза тек қана киноға қатысты нәрсе айтып тұрсың ба? Бұнда пост, рилс деген нәрсе кіріп тұрған жоқ. Ол қатысы жоқ оның. Қатысы жоқ, иә? Пост, рилс жазу. Әңгіме. Пост жазу, рилс жазу деген не ол? Шемішке шағу. Темекі шеккен сияқты шығар ғой. Тез-ақ қой ол. Мына сценарийге, драматургияға қатысты нәрсені көбірек жазасың. Мысалы сюжет жазасың. Біреуден оқыған, естіген оқиға, кеше нар күні маған бір күшті оқиға айтып берді мысалы. Байкал деген досымыз. Керемет анау бар ғой. Соны жаздым мен мысалы. Қызық ше ол. Осы нәрсеге жетуге қанша уақыт керек болды? Яғни сен қазір тұрақты еш қиналмастан уақыт бөліп кәдімгі жазуға отыруыңа? Так, мен 2015-тен жоқ, 2009-дан бастап мен жазып бастадым ақырындап. Жәмит бар ғой, Көшербаев, соған көрсететін ғой, Жәмитке. Жәмит ағаға көрсететін, ол кісі бүйтіп түзеп беретін. Мен алғаш жазғаным Лоренс Блоктың «Жол болмаған ұры» деген әңгімесін, орысша жазылған әңгімесін интернеттен тауып 2009-да. 2009-да. Соны тауып алдым да мен қазақша жазып шықтым. Аударып шықтым. Сөйтіп әңгімені бірінші аудардым. Сосын сол әңгімені мен аударғанымды сценарий деп ойладым. Сөйтіп Жәмитке бередім, Жәмит айтты, мынау сценарий емес, сценарий былай жазады деп маған бүйтіп көрсетті. Бопты деп, сөйтіп 3 күнде ме 4 күн жазып апарып бердім. Ол мынау жақсы болды енді, давай мен де ойым қосайын деп ол кісі жазды.
сөйтіп біз екеуміз ең алғаш қысқа метраж фильмнің сценарийін жаздық. Ол менде жатыр. Жол болмаған нұр. Соңғы партия деп атын өзгерттік оның. Ол тұр әлі. Ешқашан түсірген жоқпыз оны. Жарай ма қазір қарасаң? Мен соңғы рет қашан қарадым? 4-5 жыл бұрын қарағам. Болады негізі, жаман емес. Қазір адаптация жасап түсіруге болады негізі. Екінші, мен мынандай бір оңбағандық істеген. Ана Курт Рассел деген актер бар. Соның бір авария деген фильм бар. Жолда әйелін біреу ұрлап кететін. Соның мен 2012 жылы, 2010 уже ол кезде Астанадамыз, Казмедиядамыз. 13-ші жылы. Біз 13-те көшіп бардық қой Казмедияға. Казмедияда 5-ші этажда ма, 6-ші этажда ма, мен соның сценарийін тауып алдым интернеттен отырып. Орысша. Сөйтіп мен соны қазақша аудардым да, мен ойлағам ешкім білмейді деп ше, бұны. Бұл фильмді ешкім көрмеген деп ше. Мен плагиат. Сөйтіп соны жаздым да, мен сценарий деп, менің сценариімді елдерге өткізіп жүргем ғой. Еш елдерге айтып жүргем ғой мен оны. Сөйтсем бір күні Жамиля апай ше біздің. Мына фильмді мен білем, көргем ғой дейді да. Сен бір жерден ұрлағансың ғой. Сол кезден бастап ұстап қойдым ғой, тоқтап, бұл сондай фильмдер адамдар көреді екен ғой деп ше. Өзің жазуың керек екен деген. Иә, мен негізі 2009-дан бастап ақырындап жазып 15 жыл өтті. Қазір адамдарға мүмкіндік бар ғой, мен осы сәтті пайдаланып айтайын, мысалы, менде сценарий курсы бар. 15 жыл емес, бір жарты жылдың ішінде үйренуге болады. Мен кітап жаздым, киносценарий әліппесі деген, мысалы, оны ақып пайдаланса болады. Өйткені мен ақырындап жаза бастаған кезде жаңағы әдебиеттер жоқ болды. Орысша болды көбісі. Орысша мен түсінбеймін. Ауылдан келген балам ғой, мен орысша көп нәрсені түсінбейтінмін. Қазір ғой орысша оқи бересің, ағылшынша оқи бересің. Ол кезде мен ағылшынша оқитынмын. Бірақ миым жетпеген ғой. Ана сценарийдің негізгі базасы, білім несі, ошағы ағылшын тілінде болуы мүмкін деп ойламаған ғой мен. Мен орыс тілінде деп ойлаған ғой бәрін. Көрдің ба? Сол кезде мен білсем 2009-2010 жылдары мен ағылшынша алып оқи беремін ғой. Түсінемін ғой мен ағылшынша. Соған миым жетпеген ше. Орысшалар іздеп жүрмін ғой. И оны қиналып оқып жүрмін ғой. Словарьменше, орысша кейбір сөздерді түсінбей, кейбір сөйлем мағыналарын дұрыс түсінбей. Қазіргі Жандостың болуында, яғни ар жағында 15 жылдық еңбек тұр, жазу тұрғысында ғана. Иә. Одан бөлек, мысалы, киноға Жамбыл жаңа дәуірге келуінің алдында жүздеген бейнероликтер, деректі фильмдер, сериалдар, телевизиялық өнімдер деген сияқты роликтер, білмеймін тағы не бар. Болашақта комедия түсіру мүмкін ба? Мүмкін, әбден. Ол қиын жанр, және керемет жанр ғой, егер жақсылап түсірілсе. Разговорный жанр емес, визуалды комедия түсіргім келеді. Эдгар Райттардың стилінде ше. Мысалы, Эдгар Райт деген режиссер бар, Ұлыбритания, ол визуалды комедияның королі. Немесе ағайынды Дардендер сияқты түсіруге болады. Немесе ағайынды Коэндер сияқты жасауға болады. Жаңа өзің айтқан Данелияны жасауға болады. Данелиянікі бірақ комедия емес сияқты ғой. Лирикалық комедия, трагикомедия, уже мұң бар комедиялар. Жақсы ғой. Өмірде тән ғой олар. Енді жаңалықтарды жарты сағат түсіреді да, 1 минут эфирге береді, 10 минутта монтаждайды. Бағдарламалар енді 1 сағаттық болса, 1 апта түсіру мүмкін. 1 күн монтаждайды да, эфирге береді. Кино ше, кино. Киноның дедлайнын айтып отырсың ба? Орташа айтқан кезде. Мен қазір қысқарып қалды ғой, бұрын кезінде технологияның жетімсіз кезінде 2 жыл 3 жыл болатын. Бұрын. Қазір енді 1 жыл қалыпты ғой, норма ғой. Идеяның пісуі, сценарийдің жазылуы, түсірілім, монтаж 1 жыл шамамен болады ғой. 1 жылдың ішінде толық өнімді жасауға болады. Қазір енді 6 ай 7 айда да жасап жатыр адамдар. Бірақ негізі иі қанып жақсы болу үшін кішкене 1 жыл ғой. Ал жылдамдатқанда мынау кинотеатрда шығып жатқан қазіргі біздің фильмдер. Олар өте жылдам түсіреді ау деймін. 15 күнде 20 күнде түсіріп тастап жатыр ғой. 20 күн түсіреді, 10 күн монтаждайды. 1 айда бітіріп жатыр ма? Олар тез бітіреді. Жаңа біз не айтып қалдық қой, телефоннан көре салады деген сияқты. Киноны телефоннан көріп қорғап жатырмыз ба қазір, қалай жатыр? Әлде бұл солай ғой деп қарайтын нәрсе ме? Болды, ол солай деп қараймыз, иә. Мысалы, кезінде осыдан 10 жыл бұрын мен бір сұхбатта Тарантино кейіп отырған ғой. Қазір адамдар киноны телевизордан көреді деп ренжіп отқан ше. Қазір ол телевизордан көретіндерге жылап көрсететін шығар. Сол Тарантиноны көрдім ғой мен. Netflix-ке түсірді ме қазір? Түсірген жоқ. Бір онда Тарантино емес, басқа Скорсезенің әңгімесінде ғой деймін. Бүкіл көп режиссер отырады бір соның ішінде. Иә, Голливуд репортер. Netflix деген өзгертіп жіберді барлық немізді. Иә. Қазір андай жалпы кадр алмаймыз. Жаңа орта және жақын кадр аламыз. Иә. Телефоннан көреді екен деп. Иә. Оның бәрі көрдің бе? Мысалы, кейбір
Вот осы жерде маңызды нәрсе режиссурада, операторлық жұмыста, режиссурада. Мысалы сен дүниең егер үлкен экранға шығатын болса, Лоуренс Аравинский деген фильмдердің шыққан тарихы сол телевидениеға қарсы болған. Телевидение 50-ші жылдарда дамып кеткен кезде, сериалдар, фильмдер шыға бастаған кезде, бұлар эпикалық фильмдер жасауға тырысты. Экранның форматын үлкейтті. Теледидар бере алмайтын әсерді беру үшін. Үлкен пейзаждар, общий пландар, эпикалық соғыстар жасады да. Өстіп жаңағы фильмдер, пеплум деген жанр бар. Пеплум деген жанр бұл бұрыннан бар негізінде. Рим, Бен Гурдың оқиғаларын түсірген кезінде пеплум Италия фильмі көп пеплум деген. Пеплум деген библиялық сюжеттің негізінде жатқан соғыс фильмдер ғой. Соғыс библиялық сюжеттің негізінде құрылады көбісі. Осы пеплум деген жанр. Сол пеплумнан кейін осы Лоуренс Аравийскийлар, тағы ана кімдер фильмдер бар. Кімдердің Великий Оз дейді ғой анау ертегі. Осындай нәрселерді түсірген себебі телевидениені тойтарамыз деп ойлады. Бірақ телевидение деген ол бір жегі құрт. Ақырында жеп ақыры міне қазір стримингке тірелді ғой. Бітті енді стримингтен ол бола береді. Оны жеңе алмайсың. Бірақ кинотеатрдың өзінің орны бар. Кезінде Москва слезам не верит деген фильмде есіңде ме бір сахнада? Айтады ғой, теледидар деген енді болды, мына кітапты құртады, газетті құртады. Кітапты құртқан жоқ теледидар. Теледидардың өзі құртып баратыр қазір. Айтайын дегенім мынандай ғой, классикалық дүниелер негізінде бір жалпы адамзаттық құндылыққа негізделген бір дүниелер болады ғой, бір фундаменталды. Бұлар ешқашан өлмейді. Кітап өлмейді ол. Кинотеатр өлмейді ол ешқашан. Шамамен бір жыл дейікші. Біз бар жоқ, ал жақ бер жақ. Стримингтер бірақ дами береді. Телеарнада, радиода. Смартфоннан көре береді қазір адамдар. Ол наушник кетті, көре береді болды. Біреулер бар, 1,5-ға қойып көреді екен фильмді. 2-ге қойып көреді екен. Не істейсің енді? Киноны білмеймін енді, мен басқалардың бәрін 2-мен көремін. Сұхбаттарды 1,5-мен көресің ғой, 2-мен көру мүмкін емес маған. 1,25-пен көремін мен сұхбаттарды. Мен 3 жыл бойы бас редактор болып хабардың программаларын көріп болды ғой. Сол жылдамдыққа үйрендім. Сен ана ритм қалыптасқан ғой. Иә, оны өйткені көрмесем мен 3 сағат, 4 сағат отырасың да. Сондықтан 2-мен көретін бұрын программаларды. Сонда адамның ана сөйлеу интонациясы, адамның бір сөйлеген кездегі бір өзінің бір говоры болады, ол қатты маңызды болмай қалады. Енді ол жерде мағынасы, контент жаңағы сөз қате болмау керек, сосын монтажда қате кетпеу керек деген қарап отырғандықтан ол говоры қандай басқасы мән бермейсің, тек қана дұрыс шықса болды ғой. Сол жылдамдық кейін маған көмектесті, мен қазір көп өнімді 2-мен көре беремін. Қызық. Орысша да, қазақша да. Мысалы кез келген көркем фильмді жылдамдатып мағынасын түсініп алуға болады. Мәселе сюжетте емес қой. Иә, сюжет кинода маңызды нәрсе. Бірақ кинода жаңағы сюжеттен бөлек дүниелер бар ғой. Сол атмосфераны адам сезіле алмай қалады. Киноға кішкене келмейтін шығар ол, кинода енді. Енді көп адамдар жаңағы түріктің бәленбай 2 сағаттық сериалдарын көреді ғой, Сүлеймен Сұлтан деген сияқты ше, мысалы мен көре алмаймын. Соны тез көріп айтып отырады ғой мысалы. Кешегі сериясы мынандай болды, мынандай болды. Ана біз қазір мына нені айтамыз ғой? Клиптік ойлау жүйесі, жаңағы 15 секундтық ойлау жүйесі деген сияқты. Тренд сол деп айтады. Бірақ екінші соған қарама-қарсы тренд бар да. Мысалы қазір футбол матчтары 90 минуттан 120-150 минутқа созылып кетеді. Адамдар көре береді оны. Немесе хирургтардың операциялары бар, жүрекке жасайтын бірдеңе деген сияқты. Хирург мамандар операциялар 8 сағат, 9 сағат болуы мүмкін. Ол өнімді 9 сағат көріп отыра береді. Болып жатқанды ма? Иә, мысалы ютубтан. Неге деп ойлайсың? Стрим болады. Өйткені қызығушылығы да ол. Жоқ, не бар? Басқа бірдеңе бар ғой ол жерде. Білмеймін, не бар тағы. Жоқ, оның мысалы кәсіби қызығушылығы бар ғой, яғни оған лайықталған өнім да ол. Жоқ, ол хирургияны көріп отқан адамдардың бәрі кәсіби адамдар, мамандар емес қой. Футбол көріп отқандар кәсіби футболистер емес. Қызығушылық бар ғой енді. Бір нәрсе бар. Эмоция бере ма? Қызығушылық, аха. Эмоция бере. Не үшін эмоция тудырады? Ар жағы қалай болар екен деген. Жоқ. Ол да бар, бірақ негізгісі. Пландай бір теория бар. Неге футбол кинодан атақты дейді. Себебі футболда конфликт кинодан көбірек дейді. Конфликт бар ол жерде. Секунд сайын. Минут сайын бар. Минут емес, секунд сайын. Доп қазір анада, мынада, сен әуел бастан сенің командаң, ананың командасы біліп тұрсың. Конфликт па? Конфликт. Роналдоны жақсы көресің, Месси жек көресің, немесе керісінше. Антагонист пе? Антагонист, протагонистерің бар сенің. Сен доп ысқырық басталды, бітті сенде. 90 минут бойы бітпейтін конфликт сенде. Сен сол конфликтті қарап отырсың. Адам баласы конфликт жақсы көреді.
біреулер қазір терезенің ар жағынан төбелессе біз ана сырып тұрып қараймыз ғой конфликт немен бітер екен депші. Жаңа жүрекке жасалған операцияда конфликт, ол жерде адам өлімі тұр ғой, өмірі мен өлімі тұр да. Аман қала ма қалмай ма? Иә, өмір мен өлімнің мәселесі тұр ғой. Ол үлкен конфликт. Ол футболдан да жоғары конфликт. Сол үшін көріп отыр ғой. Сондықтан кинода драматургиядағы маңыз кейіпкер және оның конфликтісі ғой. Ода не проблема? Және оны қалай шешеді? Бұл жаңа бағанағы ең басында айтқан үш актілі деген нәрсе бар ғой. Сол қарапайым қағида кейбір фильмдерде болмай жатады мысалы кинотеатрда, біздегі ғой енді. Ол сол бастауыш деңгейі бізге керек болып тұр ғой. Бірінші жаңағы ана адамға жәрдемдесуің үшін, іштей жаны ашуың үшін, проблемаға жолығу үшін деген сияқты. Енді елдің бәрі жаңағы кейбір киноға тойып алған жаңағы саф өнердің жаңағы нелер өкілдері айтып жатады ғой жаңағы. Үш актілі формула деген не, бір бәле көрермендерге неғыла бермеу керек деп. Мен айтамын ғой, соны бір қатырып алайықшы бірінші. Көрермендердің үдесінен шығып алайықшы, біз соны шыға алмай жатырмыз ғой қазір. Үйде үлкен экран бар ғой, сенде көріп ғой. Үлкен экран, иә. Телеграмнан кинолар көресің ба? Жоқ, телеграмнан қайтып көресің? Жоқ, телеграмнан дегенде ақсыз. Жоқ, оны көрмеймін. Скачать етіп көрмейсің ба? Стримдерден көресің, иә? Стримден көремін. Өйткені стримде мүмкіндік бар, сен субтитрмен көресің, ағылшын тілінің оригиналын қойып қоясың да, ағылшынша субтитр қойып қоясың. Қатты қиын болып барса, орысша субтитр қойып қоясың деген сияқты. Аналарда мұндай мүмкіндік жоқ қой. Ортасында жарнамалар шыға ма? Сосын жарнама шығуы мүмкін, ол жерде жаңа қатып қалуы мүмкін деген сияқты. Стриминг бәрібір жақсы ғой. Тарихта Жандос Құсайынов деген астына титрға қалай жазылған қалайсың? Тарихта ма? Білмеймін, мен режиссер дейтін шығар. Жақсы айтпан қалсаң жақсы ғой. Соңғы көрген ТВ сериалдарын қандай дейді? Сериал көресің бе? Көрім. Стримингтерін. Соңғы көргенім не? Ой, ана сталкер әйел туралы. Жігіттің соңынан қалмайтын. Ой, атын ұмытқан. Комментарийға жазсыншы атын. Қазақстандық па? Жоқ, Голливуд. Ресейлік па? Голливуд па? Голливуд емес олар. Ол Британия ғой. Ана бір жігіттің соңынан қалмай қалды ғой бір қыз. Қанын ішеді ғой. Көрмедім, білмеймін. Олененок. Олененок деген сериал көрдім. Масқара қызық сериал. Өте андай қиын сериал. Соны көрдім ғой деймін, соны қарайды. Қазақ киносындағы бум ендігі тақырып не болуы мүмкін? Ендігі тақырыпты жасағымыз келіп отыр ғой, мен тенденция қалыптастырған білім, ғылым, инженерия, кәсіп деген тақырыптар болса деймін, ойлаймын. Ұстаздық. Осы. Болды. Рахмет. Жақсы. Екінші дубль жақсырақ шыққан сияқты, біріншісіне қарағанда. Біріншіге қарағанда дұрыстау шыққан сияқты.